Мекемемізде көп жылғы дәстүрге айналған айрықша шаралардың бірі кәсіби біліктілік сайысына қош келдіңіздер. Сіздер үшін сәт деп ойлаймын, өз мамандығының үздігін анықтау. Ең бірінші бізде үздіксіз электр энергиясын халыққа жеткізу міндетіміз, және соны қауіпсіз жеткізу. Ұлтану болмай ұлтымның, сақталмауға ұмтылдым, құлы болмаған құлқынның. Сайыстың бірінші кезеңінде бригадалардың жабдықтарын, аспаптарын және қорғаныс құралдарын, техникалық құжаттамасын тексеру бойынша жұмыстар жүргізіледі. Менің қолымдағы диэлектрлік қолғап пен УВМ. Бұл құралдардың сақтау мерзімі, нормаға сай болуы барлығы тексеріледі. Қазақтың ұлымын, елімде туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлемнің қисаң барлығын, бәрібір туған жер қымбат. Сайыстың бұл кезеңінде мамандарымызға кедергі жасамауымыз қажет, себебі олардың нормативтік техникалық құжаттар бойынша білімін тексеруде жалпы ұзақтығы 20 минут уақыт беріледі екен. Мен қазақтың ұлымын, жұлдызын жисаң ғаламның, жұпар қымбат таламның, найза бөбізім кетермен, намысы үшін бабамның. Саев Айдос Аяпбергенович, мұғалжар ЕЖУ жұмыс жасаймын. Сояқта электромонтер 4-ші разряд кәсіби біліктілік сайысында 2024 жылы үздік электромонтер номинациясын алдым. Осы жылы сайыста берса Азар алқасынан енді әділдік қарсысынан лайықты бәсекелестік тәжірибе аламыз, тәжірибе алмастырамыз. Бүгінгі сайыс өте керемет өтіп отыр, жоғары деңгейде өтіп отыр. Жақсы нәтижелер көрсетеміз деген ойдамыз. Дәл қазір біздің артымызда сайыстың ең қызықты кезеңі зардап шегушіні 10 киловатт әуе желісінен электр тоғынан құтқару және оған алғашқы көмек көрсету бойынша кезең өтуде. Әлемнің қисаң барлығын, бәрібір туған жер қымбат. Мен қазақтың ұлымын, мен қазақтың ұлымын. Сайыстың 4-ші кезеңі қосалқы станцияда автоматты ажыратқышты ауыстыру және жерге тұйықтау контурының кедергісін өлшеу бойынша жұмыстар атқарылуда. Орындаушы бригада Байғанин электр желілері учаскесі бұл кезең мамандардан жинақылық пен асқан сақтықты талап етеді. Жер қымбат, елімде туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлемнің қисаң барлығын, бәрібір туған жер қымбат. Сайыстың 5-ші кезеңі бойынша оқшаулы ағашқа келетін сымның байламын ауыстыру және жер бетінен 10 киловатт әуе желісінің төменгі сымына дейінгі габаритті өлшеу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл туралы толығырақ төрешілер бригадасының төрағасы Дәурен Үмбетұлынан білейік. Жалпы жұмыстар қалай өтіп жатыр? Қазір қандай бригада жұмыстар? Көріп тұрғандарының Шалқар электр желілері учаскесінің бригадасы жұмыс істеп жатыр. Бұл жерде оқшаулағыш дейміз, яғни изолятордың сымын ауыстыру жұмыстары жүріп жатыр. Бұл біздің этапта 5-ші кезең бойынша берілетін уақыт 50 минут. Жылдамдықтарына байланысты бағасын береміз. Дәл қазір қалай жалпы берер бағаңыз орташа? Қалай дайындықтары қалай бұл бригада? Дайындықтар жақсы, барлық командалар сайысқа жақсы дайындалып келген. Атадан қалған жер қымбат, әлемнің қисаң барлығын, бәрібір туған жер қымбат. Мен қазақтың ұлымын, мен қазақтың ұлымын, жұлдызын жисаң ғаламның. Мен Сөтеу Әлихан Қайсарұлы Шалқар электр желілер учаскесінен 5-ші топтық шебер болып жұмыс атқарамын. Бүгінгі осы жарыстың қорытындысына келетін болсақ, осы
кезеңнен қаншама қиыншылықтар болды. Өзіміздің сол біліктілігіміздің арқасында сүрінбей өттік. Ешбір жұмыс диспетчердің командасынсыз жүзеге аспайды. Дәл қазір біз диспетчерлік бөлімдеміз, мамандарымыз жұмыс барысында. Қазақтың ұлымын. Открываем наряд номер 4. Время 14:35. Снимать фаза 10 киловатт, на спуске 10 киловатт. Работадан дайындаңдар. Жалпы бригадалар жұмысы қалай өтіп жатыр? Бағаңызды беріп. Бригада в данный момент бізде Иргийский уезд өтіп жатыр. 6-й этапта бізде регулировка привода, замена катушки отключающей, регулировка БК. В данный момент Иргийский уезд показал себя хорошо, отлично даже. По техническим мероприятиям, по организационным мероприятиям. Ну, сейчас ставим уже баллы, оцениваем. Председатель жюри Спандияров Оскар Султанович. Мен Бектайыз Нұржан Еріғұлы Ырғыз аудандық электр тарату желілері мекемесінде 5-ші топтық диспетчерлік қызметін атқарып жатырмын. 2 күнге созылып жатырған мамандардың біліктілігін тексеру мақсатында ұйымдастырылған жарыс жақсы деңгейде өтіп жатыр. Командалар жақсы дайындалған, өздерін жақсы көрсетіп жатыр. Командалардан тәжірибе алмасып жатыр. Кемшілік қателіктерімізді бір-біріміздің толтырып жатыр. Оза түсуде командалар бір-бірінен. Туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлемнің қисаң барлығын, бәрібір туған жер қымбат. Елім деп туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлемнің қисаң барлығын, бәрібір